шәкірт отырған кезде жаңағыдай бейберекет сұрақтарды қоя бермеу. Не үшін ұстаз мынау? Неге мынандай? Сондай шәкірттер болады ғой жаңағы. Ұстаз неге мынандай, анандай, мынандай? Негізі шәкірт соңына дейін отыратын болса тыңдап, өз соңында жауабын алады өз Құдай тағаланың есімін. Ол медреседе де, неде Аласқарда жүргенде көргенбіз. Соңына дейін байыппен тыңдап отыратын болсаң, көп сұрағыңа жауап аласың өз. Қараңыз. Бұл Құдай тағаланың Құран кәрімде біздерге бір ғибратты нәрсені келтірсе, оның хикмет даналығы көп. Сарыағаш медресесінде оқып жүрген кезімізде жаңағы бір сұрақты қойайын деп отырып, соңына дейін әдеп сақтап отырасын. Сонда Абдықақар ұстазымыз, жаңағы Абджамил, Абдумалик ұстаздарымыз сабақтың ортасында сол сұрақтарымыздың жауабын айтып кететін. Сонда ойлайтынбыз, ұстаздарымыз әулие екен ғой деп ше. Сөйтсек оған ешқандай әулиеліктің керегі жоқ. Өзімізде қазір сабақ береміз ғой. Шәкірттер басына сұрақ қоямыз деп отырған шәкірттер айтады, ұстаз болды, сұрақ қоймаймын, өзіңіз жауап беріп кеттіңіз ғой дейді. Сөйтсе Құдайдың хикметі ғой, қараңыз. Ілім алу жолына шыққан кезде бейберекет сұрақтарды қоя бермеу керек екен да. Алланың әміріменен оның жауабын өзінің ортасында алып отырасың, қараңыз. Сосын ілім алу жолына шыққан кезде сабыр ету керек дейді. Сабыр ету керек. Я? Саған неше түрлі сынақтар жіберіп қоюы мүмкін. Балаңды сағындыруы мүмкін, үйленген болатын болсаң, үйдегі келінді сағынуы мүмкін, я? Үйленбеген бойдақ болатын болсаң, туысқан ағаңның бала шағасын сағындырып қоюы мүмкін. Достарың үйленіп жатыр, ей сорлы, сен неғып жүрсің мына жақта қақиып. Ей достарың машина мініп жатыр, сен неғып жүрсің мына жақта. Мұғалім сені ежелеп ұстаздарыңнан ұрыс естіп деген сияқты. Сондай неше түрлі сынақты келтіріп қояды, бірақ сол нәрсеге сабыр ету керек. Ал енді төртінші ұстаздың алдындағы әдеп дейді. Пайғамбардың ұстазы кім болды? Жибрил Амин. Жибрил Амин келген кезде пайғамбар аттақиятта отырғандай екі қолын осылай қойып, Жибрилдің тізесін тигізіп отырып тәлім алатын еді. Сонда қараңыз әдебін пайғамбардың. Иман дегенне, ихсан дегенне, ислам деген не деген кезде пайғамбардың айтқан сөзі сұралушыдан сұраушы артық біледі деді. Ұстазына деген әдебі. Сұралушыдан сұраушы артық біледі деді. Сонда тәлім алу жолына шыққан кезде ұстаздың разылығы керек екен ғой. Таалиму мутааллим деген кітап бар, тәлімгер тағылымы деген қазір қазақша атпен шықты ғой. Соның ішінде айтады. Самарқандта болған оқиға. Ұстазы сабақ беріп отырады екен. Сөйтсе терезенің түбінен бір бала дігдік жүгіріп өтсе, бұлай жүгіріп өтсе ұстазы орнынан тұрады, бұлай жүгіріп өтсе ұстазы орнынан тұрады. Сосын шәкірттер сұрайды ғой, ұстаз неге орныңыздан тұрмасыз, өзіңізден өзіңіз десе, мен неге орнымнан тұрмасқа, мына терезенің түбінен менің ұстазымның баласы жүгіріп өтті ғой деген екен, қараңыз. Мына жерден менің ұстазымның баласы жүгіріп өтті. Сонда қарап тұрсақ, ұстазын сыйлаған былай тұрсын, ұстазының баласын сыйлап жатыр. Абу Ханифа ұстазының үйіне қарай аяғын бермеген дейді ғой, құрмет тұтқанды, қараңыз. Ал енді қазіргі кейбір бауырларымыздың наушникпен ұстаз тауып, наушниктен лақтырып жіберіп жатқаны, сол ұстаздың алдында көз майын тауыспағаннан кейін сондай нәрсе болады, қараңыз. Сол кітаптың ішінде тағы да келтіреді, ұстаз ол сенің ата-анаңнан артық дейді. Неге десең, әке шешең, енді мына біреулер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Әрине, әке шеше ол ең жоғарғы орында тұрған сізбенен бізге міндетті болған нәрсе ғой. Бірақ ұстаздың кей жағдайда ата-анадан артық тұратын тұстары бар дейді. Неге десең, ата-анаң мына жалған болған дүниеге, қараңғы болған дүниеге, фасад болған дүниеге алып келуге себепші болса, ұстазың сені мәңгілік дүниеде жәннатқа кіруіңе себепші болады дейді. Көзіңді ашады. Дін ілімінде де, дүние ілімінде де баламызды ұстазға береміз. Ол мектепке де қатысты әңгіме. Мектепте сен ұстазың алдына апарып бердің ба, кезінде молдаға баласын берген қазақ не деді? Сүйегім менікі, етік сенікі деді. Ең жанашыр әке мынандай әңгімені айтып тұрған екен, баласы бітті, тәслим қылады да, бойсынады да, қой мына әкем мынандай әңгімені айтып тұрған екен, болды, мен осы жерден адам болып шығайын дейді, қараңыз. А біз мектептегі ұстазға береміз да, ұстазың не қылды сені? Ұрысты ма, үйтті ма, бүйтті ма, сабақты дұрыс бере ала ма? Анадан кейін баланың алдында қайбір оңған ұстаздың қадірі қалады, қараңыз. Мен қызымды, ұлымды мектепте ата-аналар жиналысы болған кезде айтам, мына оқымаса ұра беріңіз деймін. Қан жерде отырған ата-аналар көзі шығып кете жаздайды жаңа. Мына мен ұлым оқымаса, қызым оқымаса менен ұрқсат. Өлтіріп қоймасаң болды, ұра бер деп айтам. Қараңыз. Қазақта сөз бар, қорыққанын сыйлайды. Бала көбінесе бала шағаның әдеті ол қазақтың ішінде ол қорыққанын сыйлайды. Қараңыз, қорыққанын сыйлайды. Енді өздігінен сыйлайтын енді ілеуде біреуі бар шығар біздің қазақтың ішінде. Бірақ көбінесе қорыққанымыз сыйлаймыз. Сондықтан айтпағым бұл жерде ата-ана бұл жалған дүниеге алып келуге себепші болса, сенің ұстазың мәңгілік дүниеде бақытты болуына себепші болады. Ал дүниедегі, мектептегі тәлім беріп жатқан мұғалімдер, ол мына дүниелік пәндердің
саған несін ашады, кілтін ашып береді саған. Ешкім үйінде математиканы оқытып отырған жоқ баласына. Ешқайсымыз физиканы, ағылшынды оқытып отырған жоқпыз. Бәрібір ұстаздың алдына апарып береміз. Қараңыз. Сондықтан сізбенен бізге мынау мектептегі ұстаздарымызды сыйлау міндетті болады. Қараңыз. Ол ұстаздың батасын алу міндетті болады. Қай бір жылы біз кездесу жасадық, аға, Арыстан аға. Сөйтсек, біз мектепті бітірген кезде 11-ді бітірген класс жетекшімізге, сосын бірінші класста оқытқан алғашқы ұстазымызға сыйлық жасақты, ортадағы ұстаздар қақып кетіпті. Сөйтсе жаңағы ауылдың мұғалімдері айтады дейді, негізі мектепті 11-ші класс пен 1-ші класста ғана сабақ беру керек екен ғой деп айтады. Менің әкем бастауышқа мұғалім болған. 40 жыл әкем. Сөйтіп жаңағы бір күні 81-лер 5 жылдық жасайын деп жатыр. Сөйтіп іздеп барып жаңағы ақша жинаймыз ғой енді жаңағы. Іздеп барып, балаңыз қайда? Осы жоқ. Енді біз ана 5 жылдыққа мынандай ақшадан жинай, кетіңдер дейді. Неге аға десек айтады. Сол жылда сол бітіргендердің костюм шалбарын бақыт киіп кетеді дейді. Менің әкемді айтып жатыр да. Сол сияқты біз 20 жылдыққа барған кезде ғана сол ұстаздарымызға сыйлық жасаймыз, өкініштісі. 10 жылдыққа барған кезде, сен ауылыңа әр кез барған кезде қолыңа бір кітап, я болмаса бір сағат, бір сыйлық ұстап, анау апайыңның, ағайыңның батасын алып қайтатын болсаң, базардан 2 килограмм алма алып жесең тәтті ол. Бірақ есігінің алдына көшеттен алма пайда қылып, содан жесең ол одан да тәтті. Өзінің шәкіртінен, сондай бір сыйлық жеміс көріп жатқан кезде, ол шын жүректен саған бата қылады, қараңыз. Шын жүректен. Сондықтан дініміз, шариғатымызда ұстазға қалай бойсынуды, ұстаздың алдында қалай отыруды пайғамбардан артық ешкім көрсетпеген. Қараңыз. Бізге тәңіршілдер, атеистер бізге ақыл айтпай қойсын. Пайғамбардан артық ұстазды ешкім сыйлай алмаған. Және намазхандардан артық ұстазды ешкім сыйлай алмайды. Ол дүниенің адамдары 20 жылдықта, 10 жылдықта, 5 жылдықта апар бір сыйлық жасап кетуі мүмкін. Бірақ дінін таныған адам, пайғамбарын таныған адам, ол ұстазы дүниеден өткенше дұға қылады, дүниеден өткенше оған не қылады, сыйлығын жасап тұрады. Сондықтан осы нәрсені де ескерейік. Бұл жаңағы, бұл туындап жатқан әңгіме неден? Мұса пайғамбар менен Хызыр алейхиссаламның қиссасынан туындап жатыр ғой. Енді бұл жердегі бір алатын ғибратымыз, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі, егерде Мұса сәл ғана шыдаған кезде, онда Хызырдан бізге көп білім қалатын еді. Бірақ осы 3 оқиғаның өзі қиямет күніне дейін сізбенен бізге ғибрат. Осы 3 оқиғаның өзі. Бұл әкелерге қатысты. Сондықтан құрметті бауырлар, Алланың жолында беретін нәрсеміз көп болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарды 5 типке бөліп кетті өзі. Осы 5 типтің ішінен өзімізді тауып алайық. Бірінші, куна алиман, ғалым бол, ұстаз бол. Ұстаз бола алмасаң, мутааллиман, тәлім алушы бол. Тәлім алушы бола алмасаң, ау мустамиан, тыңдаушы бол. Міне тыңдап отырмыз, Үшінші типтегі адамдар мына жерде. Мүмкін екінші типтегі де бар шығар, Құраннан сабақ алып жүрген деген сияқты. Ал төртіншісін айтты, егерде осы үшеу бола алмасаң, мухиббан, осыларды жақсы көруші бол, Ана соткыңнан мешітке садақа бер, мынандай медресе салынып жатыр деген кезде қалтыңнан бірдеме шығара алатындай бол, жақсы көріп. Жекеме мыналар жаңа дуана болып кетті ғой деп. Мына дүниеде біз культурный қайыршымыз. Мына Арыстан аға, мен бұл культурный қайыршымыз мына дүниеде. Неге? Ол менің өзім нәпсіме сұрап жатқан жоқым. Мешітке сұрап жатырық, сұрасақ, медресеге сұрап жатырық. Біз одан ұялмаймыз. Қараңыз, біз одан ұялмаймыз. Ақыретте иншалла сауабын аламыз Алланың құзырында. Қараңыз. Сондықтан оларды жақсы көріп, жүрегіңде бір соларға деген жылулық болып тұрса, онда сен 4-ші адамсың. Уәлә такунул хамиса, 5-ші болма дейді пайғамбар айтып жатыр, қараңыз. Кім десе, осы қарапайым мұсылмандардың ішінде кездеседі ол, әй мұбғидон, оларды жек көрушілер дейді. Қараңыз. Мыналар садақа сұрап кетті ғой. Мынау үйтіп кетті ғой. Мынау бүйтіп кетті ғой. Ең бұл дүниедегі Құдай ұрған адам, Аллах тағала өзінің тағдырында өзімен жауластырып қойған адам дейді, қараңыз. Құдайдың жаңағы Құдай жолында қызмет қылып жатқан имамдар болсын, ұстаздар болсын, болмаса Құдайдың жолында жаңағы садақа беріп жатқан жамағаттарды азғырушылар бар ғой орта жолдан. Не қыласың? Үйтпе, бүйтпе деп. Міне сол пайғамбардан, Құдайдан алыстаған адам сол, қараңыз. Енді пайғамбар қандай адамды мақтаған? Пайғамбар пайдасы өз басынан артылмаған адамды мақтамағанда, даттамағанда. Мысал үшін мен намаз оқимын, мешітке тікелей барам, қайтам, оразам тұтам, ешкімге зияным жоқ, ешкімге пайдам да жоқ. Соткіден көрем медресеге жылу жинап жатырық, үйтіп жатырық, оған да пайдам тимейді.
Сонда мендей адамды Алла тағала да пайғамбар да мақтамаған да даттамаған. Бірақ кімді мақтаған? Пайдасы өз басынан артылып, өзгелерге пайдасы тиіп жүретін адам. Қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: сендердің ең жақсыларың деді. Қараңыз, осы хадиске мән берейік. Сендердің ең жақсыларың өздері Құранды үйреніп, өзгелерге үйреткендерің. Қараңыз. Сен адамдардың қиямет күні адамдардың ортасында ең беделді адам болу үшін, ең жақсы адам болу үшін пайғамбардың бірақ өсиетіне амал қылсаң жеткілікті екен. Өзің пайдаланып, өзгелерге пайдасы тиетін адам болатын болсаң, Алланың құзырында пайғамбар да, Алла да мақтаған адам болып есептелінеді екенсің. Қараңыз. Қараңыз. Сондықтан бұл хадисте не нәрсе шығады? Құранды өзің үйреніп, өзгелерге үйреткендерің деді ма? Өзі үйреніп, өзіне пайда тигізді. Өзгеге үйретіп, өзгеге пайдасы тиіп жатыр. Қараңыз. Ол білім жөнінен болуы мүмкін, нәпақа жөнінен болуы мүмкін, садақа жөнінен болуы мүмкін. Қараңыз. Сондықтан құрметті бауырлар, біреуге пайдамыз тиетін адам болып өтетін болсақ, сол пайғамбардың құзырында ең мақтаулы адамдардың қатарынан болады екенбіз. Қараңыз. Мына өткенде Дунгандар мәселесін айттым ғой. Бізде Сортөбе деген жер болады, Масанчыда болады деппін ғой, бар ғой сол жерде енді. Сол жерде 20 мың халық тұрады Сортөбе деген ауылда. Білесіз ба? Жамбыл облысы құрбандық шалудан бірінші, екінші орында тұратын облыс. Құрбандық шалудан. Бірақ Дунгандардікін қоспағанда Жамбыл облысы жабылып жүріп, 100 қараға жетпейді екен шалғанымыз, 100 қараға. Бірақ Дунгандар Сортөбеде 20 мың халық 3 мың қара шалған ғой құрбандықта. 3 мың. Басыңызды шайқап қойып, қайтадан тыңдаңыз менің сөзімді. 3 мың, 300 емес, 30 емес, 200 емес, 3 мың. Алла тағала Құран кәрімде не дейді? Өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріңді Алла жолына нәпақа етпей, ешқашан жақсылыққа жете алмайсыңдар дейді. Қараңыз. Біздің баламыз неге жастайынан қары болмайды? Біздің баламыз неге ғалым болмайды? Өйткені Алланың жолына береріміз аз екен ғой. Қараңыз. Қалтамызда 1000 теңге, ар кетсе 5000 теңге берсек, 5000 теңге бердің ба? Қалтамда 5000 теңге бар еді, мен салып қойдым, оны жырғып айтамыз жаңа. Сөйтіп ана Дунгандардың айтатыны бізге Арыстанаға: сендер ана әкімшілікте тізімге қосасыңдар ғой дейді, есеп бергенде. Оған қоспаңыздар деп өтінеді ғой, тағы да бар ғой. Оған қоспаңыздар деп өтінеді. Қараңыз. Өйстіп айтсам, Ақтөбенің жігіттері айтады: сіздің сол сөзіңізден кейін біз 5-6 жігіттен жиылып, құрбандыққа қара шалдық дейді да. Шынымен біз қой шалады екенбіз ғой дейді. Өкінішке орай жігіттер звондайды: ұстаз, ешкі салсам бола ма? Ұстаз, бір құлағы түбінен кесік, соны шалсам бола ма? Денесі тоқтымекке ұқсайды, бірақ 6 айлық, соны шалсам бола ма? Енді ана информацияны естігеннен кейін күйіп кетесің да Алла жолына берсейші дұрыстап. Бергеннің жолына берсей. Сен дүниеге жалаңаш келіп едің ғой. Дүниеден жалаңаш кетесің. Демек орта жолда байлықтың барлығын Құдай тағала беріп жатыр ғой саған. Берсей сол Құдайдың беріп жатқан байлығынан. Қараңыз. Бірақ ойлауың мүмкін, жоқ, өзімнің еңбекқорлығымнан таптым деп. Жоқ, Құдай тағала сенің маңдайыңа, тағдырыңа жазғандықтан таптың ғой сол нәрсені. Қараңыз. Енді үшінші тақырып аналарға қатысты. Салихалы ұрпақ әкесіне, шешесіне, ата-бабасынан дұғадан пайда береді десе, екінші салихалы әкенің амалы ұрпағына пайда береді деген. Қараңыз. Қазақтан негізі сөз артылмаған ғой. Жақсы әке перзентке қанша жыл азық? 40 жыл азық дейді. Сол мына аятқа бар тіреліп жатыр ма түбі? Тіреліп жатыр. Қараңыз. Сен кім баласың? Нұржанның бала. Сенің әкең жақсы адам етсе, мерей үстен болады ғой. Сен кім баласың? Пәленше ұрының баласың ба десе, онса үндемей кетіп қалса көңіл күйің түсіп кетеді. Әкенің атағымен де перзент өмір сүреді екен. Қараңыз. Ал енді істеген жақсылығы ол перзенттің тағдырының жақсы болуына себеп болады. Енді үшінші әңгіме, баланың физикалық тұрғыдан мықты болып туылуына ол аналар тікелей қатысты екен. Қараңыз. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаби әйел келді. Сахаби әйелдің уайымын қараңыз. Жөргекте құндақтаулы баласын алып кетті. Алланың елшісі, маған мына баланы тәрбиелеп беріңізші деп айтты дейді. Біз ақылы кірмеген сәбиді ол қалай тәрбиелейді адам? Уайымын қараңыз сахабалардың. Біз 11-ді бітірген баламыз ешектей қылып медресеге береміз ғой, тәрбиелейміз деп, Сахаби әйелдің уайымын қараңыз. Ғамын ақыретке деген тәрбиелеп беріңіз деді. Сонда пайғамбардың айтқан сөзі кешіктің деді ғой. Қараңыз. Ақылы кірмеген сәбиді оны қалай тәрбиелейді деген кезде пайғамбар айтты, құрсақта тәрбиелеу керек деді. Енді осы хадисті естігеннен кейін құрсақта қалай тәрбиелеу керек дегенді
өмір сүргеннен кейін көпті білгеннен сұрама, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Көпті көрген жоқпыз, бірақ аз да көрген жоқпыз. Мына қазіргі дүниеде мына соткаңызды 2 жасар, 3 жасар балаңыздың қолына берсеңіз, сізден жақсы ақтарады мынаны. Сізден жақсы ақтарады. Айтамыз, мынау ақыр заманның балдары, бұлар біліп туған, заманына қарай адамы деп айтып жатамын. Дұрыс. Олар біліп туған, заманына қарай адамы туылып жатыр. Бірақ ол қашан үйренді? Анау ананың ішінде жатқан кезде ананың көзімен көрді, ананың саусағымен басты, ананың құлағымен тыңдады. Мынамен ананың ішінде ол танысып қойған, мынамен. Сен ана бір жоғалтқан затыңды үйде таппай жүрсең, әсіресе соткыңды, таппай жүрем әкеш деп айтасың ғой. Сол сияқты ана сәби байғұс мына дүниеге келіп есін жия беріп еді, анасының ішінде көріп танысып қойған нәрсе жүгіріп барады да еңбектеп бар мынаны ақтара бастайды. 2 жасар, 3 жасар деп айтып жатсам, бір ағамыз айтады, Нұреке, 2 жасар, 3 жасар істеме емес дейді. 8 айлық қыз YouTube-тың ішіне кіріп Ая деген мультикті тауып алды дейді. 8 айлық қыз. Қараңыз. Сонда не? Құрсақтың ішінде мынамен тәрбиеленіп, мынамен танысып қойған. Сонда ананың құрсағында бала жатқан кезде ана Құран оқыса, ана наушникпен Құран тыңдаса, ана хадис тыңдаса, әке мен шешемен жақсы мәміледе болатын болса, дастарханның үстінде айрандай үйіп мықты отыратын болса, ана бала сапалы дұрыс бала болып туылады екен ғой, қараңыз. Ырың жырың күйеуімен әйел ұрсыса берсе, жаңағы күйеуі былай қарап, әйелі былай қарап, әйел төркініне қаша беретін болса, сондай бала туылады екен да, одан да қараңыз. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деген қазақтың сөзі сол, қараңыз. Енді қызықты қараңыз. 2021 жылы Мысырда Алижан деген шейх бар, Құранның арабтарға махраждан тәжвидті Құраннан сабақ береді. Өте білімді, өте тақуа кісі. Сол кісі менің ұстазым 2021-де барып сол Мысырда жүрген зиярат еттік. Сөйтіп барып өзім жеке сөйлесіп тұрсам айтады, әркімге айта бермейін дейді, көз өтіп кетеді дейді. Арыстанаға 3 жасар ұлым 30 пара Құранды тапсырды дейді. 3 жасар ұлым. Ана мен енді фантастика сияқты болды анау бар ғой. Екі құлағымнан түтін шығып кетті ананы естіген кезде. 3 жасар ұлым 30 пара Құранды тапсырды дейді. Таң намаздан келдім дейді. Таң намаздан. Сөйтіп оразан кезінде балам 3 жаста емшектен әлі шықпаған, 1 параны тапсырады, анасын еміп келеді, жарты параны тапсырады, ұйықтап алады. Сөйтіп отырып, алдандырып отырып, емізіп отырып, анау түнгі сағат 1-2-ге дейін, сәресіге дейін дейді, 30 пара Құранды тапсырды дейді. Енді қызығын қараңыз. Бірақ Құран ашып оқу білмейді. Құран ашып оқу білмейді. Сөйтсе анасының сұлуқымен жаттаған екен да, қараңыз. Абдығаппар ұстазының Али деген баласы болған, біз медресе жүргенде. 2 параны сол үйде анамыз жаттатып қойған. Абдығаппар ұстазының үйіндегі жеңгей. Сол Абдығаппар ұстаз айтады, мына Алиге мұғалім сәниді үйретіңдерші деп. Сол кезде біз мұғалім сәниді ежелеп жүргенбіз. Қарасақ анау біз сияқты да ежелей алмайды да ана бала, бірақ 2 параны жаттап алған. Қараңыз. 2 параны жаттап алған. Сол кезде аузымызды ашып бір таңғалғанымыз бар. Енді қызықтың көкесін қараңыз. Неге десе, неге ол 3 жасар бала қары болып туылады? Неге? Сөйтсем, Али шейхтің өзі қары, әйелі қары, ол ананың сүтімен берілді. Ана құрсағында жатқан кезде 30 пара Құранды бәленбай рет хатым қылды, әкенің қанымен берілді. Ол ана құрсақтан дайын үлгідегі сәби болып туыла салды да, сосын анасының сұлуқыменен жаттап алды ол, қараңыз. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген, сол құрсақтан не көрсе, ұшқанда соны іледі деген, оны қазақ не дейді? Қарыдан қар туады, ұрыдан ұры туады дейді, қараңыз. Сосын бір ана облыс бойынша Құран жарысы болады, сол іріктеліп, неде жарыс болады? Республиканский. Сөйтіп, біз Жамбыл облысына жарыс қылдық. Дунганың 5 жасар, 6 жасар, 7 жасар, 8 жасар, ең кемі 10 жасар балдары Құран жаттап тастаған. 5 жасар бала 15 пара Құран жаттаған. Ананы көріп отыр, мен таң қалдым. Сөйтіп, жаңа қарыларға уағыз айтып отырсам, мешіттің үстінде қараң-құраң бір әйелдердің сұлу басы көрінеді. Сосын қасымдағы жігіттерге айтып отыр, мен аналар кімдер десем, біздің мешітте еркектер жүрмейді ғой, 2-ші этажында десем, ана Дунганың шешелері әкелерімен балаларымен бірге лесіп келген дейді. Неге десем, ана баласы Құран тапсыруға шыққан кезде дейді, төбеде дұға көйі болып отырады екен дейді, тілектес болып. Аллахым мына баламның тірін күрмелдіре көрме, тіліне шешендік бер деп, жоғарыда отырып дұға қыламыз деп шешелері келіп қарап отыр дейді. Қазақта не дейді? Баласы бәйге шапса, анасы үйінде отырып тақымын қысыпты дейді. Біздің қазақтың балдарының батыр болып кетуі, сол біз анамыз сол батырлыққа тақымды көбірек қысшы берген да, қараңыз. Сондықтан біздің қазақтың жігіттерінің батыр болып жүргені сол. Ал енді қарап тұрсақ,
ана Дунганның балдары неге қары десек, мысал үшін, мен өзім медреседе ұстазбын. Имамдықта істеп жүрмін 3-4 жыл болды. Бірақ мен бұрын үйленбей тұра ойлайтынмын, ойбай, әйелімді дәретсіз емізбеймін мен. Әйелімді үйтем мен. Бастан аяқ баланы көтергеннен құлағына наушник тығып Құранды тыңдатам мен. Мен сол 7 жасар баламды, ұлым болса, қызым болатын болса 7 жасында қары қылам деп армандайтын. Уәлибек ағамыздың айтқан сөзі бар, үйленгенше үйтем, бүйтем де үйленгеннен кейін олай болмай қалды деп жаңа. Сөйтіп қазір енді 10 жасар қызым 2 параны енді бітірді. 9 жасар қызым ол да 2 параны енді бітірді. 8 жасар ұлым 1 парадан енді асып жатыр. Енді мен Алла жолында жүрген адаммын. Енді сіздерді қоя беріңіздер, жұмыстарыңыз бар, біріңіз уақытында істейсіз деген сияқты. Мен азаннан кешке дейін дінмен айналысып жүрген адаммын ғой. Неге менің балам қары болмайды 7 жасында деп сұрасам, өз-өзіме сұрақ қойсам, сонда мен қары емеспін, әйелім қары емес. Ол солай бала туылады екен ғой өзі жаңа. Бірақ балдарым бұзық. Әйелім кіші жүр жаңа арыстан. Найза бер жауға қой деген сияқты. Анау сонда енді қызықты қараңыз. Сонда нақ қары болмайды десек сонда екен. Ал енді жаңа Дунганның әкесі қары, шешесі қары, олардан сондай балдар туылады екен ғой, қараңыздар. Қараңыздар. Сондықтан айтпағым не нәрсе, мына өсіріп отырған ұрпағымызды, біріншіден Құдай тағаладан дұға қылып сапалы ұрпақ сұрап алайық. Екінші сол балаларымызды сапалы болып туылуына аналарымызға, әйелдерімізге көбірек көңіл бөлейік. Әйелдеріңізбен ұрыспаңыздар. Егерде ана бір Рахымжан деген ағамыз бар Таразда. Үлкен кісі өзі. Баламды үйлендірдім дейді. Келініммен ұрысса береді, дастархан үстінде ұрысса береді. Бір жаман әсер етеді екен дейді. Сосын келінімізбен бірге шай ішкіміз келмей қалды дейді. Бірақ өзіме сұрақ қойдым дейді, неге бұндай болып жатыр деп. Демек, өзіңнен іздеу керек қой. Алла тағала сендерге зұлымдық етпейді, бәлкім өздерінің нәпсілеріңе зұлымдық еткесіңдер дейді Алла тағала айтады. Басыңа келіп жатқан бәле өзің істеген бір қателігіңнен болуы мүмкін. Сөйтсем әйеліме жекіп дастархан үстінде өзім ұрсып отырады екенмін дейді, қараңыз. Сосын әйеліме келдім де сдаюсь деп айттым дейді, бітті, мен саған сатылдым енді. Бұдан кейін мен саған тиіспеймін деп айттым дейді. Сөйтіп әйеліме сдаюсь болғаннан кейін дейді, 1 ай өтті, 6 ай өтті, қазір келінім мен балам дастархан басында тату тәтті, жақсы отыр дейді жаңа. Сөйтсек соларға біз айна екенбіз ғой дейді, қараңыз. Сондықтан ана келін көтерген кезде ол ана көп ашуланғыш келеді. Сен неге ашуланасың деген әңгімені көбірек айтып тастамауымыз керек. Сол балаңның ана сапалы болып туылуына әкелер көбірек жұмыс істеп, сол көтерген кезде оларға жақсы насихат айтсақ, оларға Құран тыңдатсақ, оларға хадис тыңдатсақ, олар сол көтерген кезде барып мешіттен барып Құран жаттайтын болса, ұстазын тауып беріп, ұстазынан Құран жаттайтын болатын болса, ана білімдар сапалы ұрпақ туылады екен ғой, қараңыз. Білім ізденгіш ұрпақ туылады. Біздің бала шағамыз қазір кафеге барғыш қой. Неге? Аяқ ауыр кезде кафеге көп апарғанымызда елдерімізді қараңыз. Жаным киви жегім келіп тұр, жаным шашыл жегім келіп тұр. Апара береміз. Сол туылғаннан кейін ана бала кафені елеңдеп тұрады да, құрсақта көргені сол Кәусар ғой өйткені. Түсініңіз ба? Құрсақта көргені Мәдина. Сондықтан да айтпағым, құрметті реклама жасап. Тойды айтпай қойдым. Тойды айтпай қойын. Ана кейде мешітте имамдар Арыстанаға, кішкентай балдар айқайлап ашуланасыз ба? Кейде имамдар ашуланып, балдарын ертіп келмеңдер деп айқайлап жатамыз. Мен қазір ұрыспайтын болдым. Пайғамбардың хадисі бар ғой, қиямет күні аршының аясында тұратын 7 адам, Алланың мейіріміне бөленетін 7 адам, азап көрмейтін 7 адам, жастайынан құлшылықпен өскен сәби деді ғой, қараңыз. Сен егерде мешіттен жастайынан оны қуатын болатын болсаң, ол қайдан жастайынан мешітте өседі? Кафенің маңайында өскен бала ертең кафеге кіретін болады. Мешіттің медресенің маңайында өскен бала ертең медресеге кіретін болады. Мына ана кішкентай бала отыр арамызда. Ертең осындай ізгі жақсылардың арасында отыратын жігіт болады, қараңыз. Қараңыз. Сондықтан айтпағым не нәрсе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейн 2 немересін мешітке ертіп келетін болған. Кішкентай сол кезде Хасан Хусейн. Сонда пайғамбар дейді, үстіне шығып алып ойнайды екен Хасан Хусейн. Бірақ пайғамбар рукукта тұратын болса, рукуктан көтеріліп баратқан кезде жаңа тұрып баласын немересін ұстап намаз оқиды. Шапаның мына шетінен кіреді, мына шетінен шығады. Бірақ сәждеге барған кезде Хасан Хусейн басынан түспегенше пайғамбар басын көтермейді екен. Неге десең, Аллаға ең жақын кезі сәждеде, сол сәждеден Алланың мейірімінен баласын алып кетуді қаламағанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қараңыз. Алланың мейірімінен баласын көтеріп алып кетуді пайғамбар қаламаған. Содан кейін олар дана болды. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұрпақтары әлі күнге дейін салиқалы болып келе жатыр, қараңыз. Сондықтан айтпағым не нәрсе?
Әке көрген оғжанар, шеше көрген том пішер дейді. Бұл мақал қазір мансұқ болып кетті деп айтып жатырмын қазір. Сотқы көрген том пішер, сотқы көрген оғжанар болдың заманы болды қазір. Мына Арыстан ағамыз енді бізден біраз жас үлкен, бұл кісілер біліп, бұрын Советский Союздың кезінде кино көрсететін немістер мен советтер. Құдай-ау, советтер бәрін жеңіп. Немістерге сопиды ұзын біреулер шығарып қойған, бір тепсе құлап қалады. Өңкей мақаулар жаңа, еще бұлар қатарынан келе жатады. Советтер болады, біз әр жерде тығылып жүрсе, немістер қатарынан бұл автоматпен себетте өлтіріп тастайды. Мен ойлайтынмын сол кезде, дата бол сондай ақымақ халық екен ғой деп. Сөйтсек ең умный халық жер бетінде немістер екен ғой, қараңыз. Сол киноны көргеннен кейін менің айтпағым. Көшеге шығып ағаш автомат істеп, немістер, советтер болып төбелесетінбіз. Тіпті құмырсқаның өзі екіге бөліп қойғанбыз. Ана жылдам жүретін немістер, ана жай жүретін советтер деп. Жай жүретін кішкене сүйкімді көрінетін, Сонда айына жылына телевизордан бір көрген нәрсемізді солай істейтінбіз. Ван Дамның, Тайсонның киносын көрсек, ДТ-ның темірлерін варт етіп көтеретінбіз. Қаптың ішіне қи салып қойып, соны ұратынбыз. Бұл айына жылына бір көрген нәрсең сен істейсің. Бірақ мынаны балаң, қызың күніге мынаған 24 сағат отыр. Қазір мектептің жасында аяғы ауыр болып қалып жатқаны, мектептің жасында ер балдардың да ертерек бұзылып жатқаны, мынаған қара өсіп жатыр екеуі де, қараңыз. Сондықтан айтпағым не нәрсе, мынаған да мән беріңіздер. Балаңыздың қолына беріп қойдым болды демеңіз. Бүкіл үйретіп, 6 құрлықты мынаның ішінен тауып аласың. Бүкіл жамандықты мынаның ішінен тауып аласың. Іздесең бүкіл жақсылықты да осының ішінен табасың, қараңыз. Сондықтан арабтың мақалы бар, ликулли силахи зул хаддайни деген. Әрбір нәрсенің екі жүзі болады дейді. Қазақ не дейді? Таяқтың екі ұшы болады дейді. Пышақпенен нан турап сауап табуға да болады, пышақты біреуге тығып алып күнә жасауға да болады. Жұмсақ тіліңменен жақсы сөз айтып сауап табуға да болады, жұмсақ тіліңмен өсек ғайбат айтып күнә табуға да болады. Қараңыз. Сондықтан осы үйімізде, отбасымызда өсіріп жатқан ұрпақтарымызға мән берейік, жарларымызға мән берейік. Жаңағыдай әңгіме айтып жүрмесін ертең, мен пәленше деген еркек ұстазды жақсы көрем деген сияқты. Оған сіз идеал болуыңыз керек. Түсініңіз ба? Естіген білгенімізді өзіміз үйіміздегі жарларымызға, әйелдерімізге, қыздарымызға, отбасымызға насихатымызды айтып отыру керек. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін иншалла.